Ассалаумағалейкум жігіттер. Сіздермен спорт мастері арнасы және де мен Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге бой өсіруге арналған тәсілдерді айтып өтетін боламын. Бойды қалай тез өсіруге болады? Осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Бойды өсіруге арналған топ 5 кеңесті айтып өтетін боламын. Достар, мен еңбегім бағалап, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Өйткені бұл Қазақстандағы қарқынды дамып жатқан фитнес канал. Және де сіздерге көп рахмет етемін. Біз 5000 подписчиктен асып кеттік. Кім жазылды, кім көріп жатыр, кім менің видеоларымды жібермей көріп жатыр. Бәріңізге көп рахмет етемін. Ал біз видеомызды бастайық. Достар, біздің бірінші кеңес ол созылу жаттығулары. Яғни сіз бойыңыздың тез өскенін қаласаңыз, созылу жаттығуларын көп істегеніңіз дұрыс. Да что ты, черт побери, такое несешь? Созылып керіліп істелетін жаттығулар сіздің бойыңыздың өсуіне жақсы пайдасын тигізеді. Және де созылу жаттығулары сіздің омыртқаңыздың өсуіне, яғни бойыңыздың өсуіне зор пайдасын тигізеді. Сондықтан созылу керілу жаттығуларын көп істегеніңіз дұрыс. Мен жақын арада YouTube каналымда бой өсіруге арналған жаттығулар түсіремін. Соны көріңіздер. Ол видеода мен созылу жаттығулар, керілу жаттығулар, бәрі жаттығулар көрсететін боламын. Сосын мен каналыма жазып, колокольчик басып қойыңыздар. Сосын жаңа видеоны жібермей көріп отыратын боласыздар. Достар, біздің екінші кеңес бұл секіру жаттығулары. Яғни секіру жаттығулары дегенде үй жағдайында секіру жаттығуларын жасап, сіздер бойларыңызды кішкене болса да өсіре аласыздар. Сонда да мен сіздерге баскетбол спортымен айналысуға кеңес беремін. Өйткені баскетбол спортында секіру жаттығулары көп орындалады. Сол үшін де баскетбол спортымен айналысатын жігіт ұлдардың бойлары ұзын болып келеді. Сол үшін сіздер егер қолыңыз, уақытыңыз болса, баскетбол спортымен айналыссаңыз да дұрыс. Ну нахер. Отец. Егер бойыңызды өсіре алмай жүрсеңіз. Ал егер үй жағдайында өсіргіңіз келсе, жаңа секіру жаттығуларын көп істеуіңіз керек. Яғни отырып аспанға секіру сондай 20-30 рет жасаңыздар болады. Секіру жаттығулары сіздің бойыңыздың өсуіне едәуір көмектеседі. Достар, біздің үшінші маңызды кеңес бұл дұрыс тамақтану. Егер сіз бойыңыздың тез өскенін қаласаңыз, дұрыс тамақтануыңыз қажет. Яғни құрамында кальций көп кездесетін сүт өнімдерін және де темір мен мырышқа бай жемістерді жегендеріңіз дұрыс. Яғни керілу созылу жаттығуларын жасап болған соң, осы айтылған тағамдарды жеңіздер. Сол кезде сіздің бойыңыздың өсуіне жақсы пайдасын тигізеді. Достар, біздің төртінші маңызды кеңес ол дұрыс ұйқы. Егер сіз бойыңыз тез өссін десеңіз, ұйқыңыз тыныш болу керек. Күніне 9 сағат ұйықтауыңыз қажет. Ал егер сіздің ұйқыңыз тыныш болмаса, сіздің бойыңыздың өсуіне кері әсерін тигізеді. Сол үшін ұйқыға көп мән берген жөн. Күніне 9-8 сағат ұйықтауыңыз қажет. Сол кезде сіздің бойыңыздың өсуіне, яғни денеңіздің қалпына келуіне жақсы пайдасын тигізеді. Бойыңыз тез өседі сол кезде. Жігіттер, біздің соңғы 5-ші кеңес маңызды. Бұл белтемірге, яғни турникке ілініп тұру. Яғни сіз турникке ілініп тұрғанда бойыңызға жақсы әсерін тигізеді. Яғни сіз турникке асылып тұрасыз 1-2 минут сондайдан. Денеңіз, яғни омыртқаңыз жақсы созылады. Осы кеңесті ұстанып көріңіздер, бой өсіре алмай жүрсеңіздер. Турниктің бойға пайдасы зор. Яғни күніне 4-5 батығыттан 1-2 минуттан асылып тұрыңыздар. Сол кезде сіздің бойыңызға жақсы пайдасын тигізеді, жақсы әсерін тигізеді. Сол күнде қайтаңыздар 4-5 батығыттан 1-2 минуттан. Егер сізде прогресс болмай жүрсе, яғни бойыңыз, денеңіз қатты созылмай жүрсе, кішкене уақыт көбейтіп отырыңыздар. Яғни 7-8 батығыт 1,5-2,5 сондай минуттан. Солай көбейтіп отырыңыздар. Бұл сіздің, яғни сіз турникке ілінгенде, яғни турникке асылып тұрғанда бойыңыз, денеңіздің бәрі созылады. Яғни турникке асылғанда чистан хваттаны қатайтып тұру керек. Денеңіз бос тұру керек, қолыңыздағыны қатайтып тұру керек. Сол кезде сіздің бойыңыздың өсуіне жақсы пайдасын тигізеді. Бұл кеңесті ұстанып көріңіздер. Бұл өте маңызды кеңес. Жігіттер, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Видео сіздерге ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер. Алға қарай дамый береміз. Бүгін мен сіздерге топ 5 кеңес айтып өттім. Бұл кеңестерді сіздер пайдаланып, бойларыңызды кішкене болса да өсіре алатын боласыздар. Және де бұл видеоны достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Оларға да пайдасын тигізсін. ВКонтакте, WhatsApp желісіне таратып кетіңіздер. Сіздермен болған мен әдеттегідей Нұрфат. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.